Бүгін таңда Түркістан облысында халық саны 2,1 миллион құрайды. Соның ішінде жастар 14-35 жас аралығында жастар саны 654-363 жасты құрайды. Немесе халық санының 30%-ын құрап отыр. Жастарды аталған мемлекеттік бағдарламалар мен қамту және ақпараттандыру мақсатында жыл соңына дейін аудан қала жастар ресурс орталықтары тиісті түрде насихаттау жұмыстарын жүргізді. Нәтижесінде 2023 жылы мемлекеттік бағдарламаларға 40.692 жас қамтылған болатын. Сол үшін жастарға түсіндіріп осы программаны берген едік. Но енді жастар орталықтары бір қатарға түсінді. Осылар арқылы аудан қаладағы тиісті өзінің жастарының мәселесін белгілі деңгейде еңсеруге болады. Ол ауыл емес, аудан орталығында тұратындар, ауыл округтерде тұратындар бар. Бизнес идея проекттер байқауын жасауларыңыз керек. Қазір жастар түрлі идея проекттер бар ма? Жергілікті атамекенмен бірлесіп, кәсіпкерлік қызмет көрсету орталығымен бірлесіп, сіздер проектін алып шығуларыңыз керек. Бұл жастарды соған сопровождать етіп, оны көрсетіп, оқытып, курстарға жіберіп. Білім басқармасымен бірге меморандумға келе отырып, 17 аудан қала жастар ресурсы орталықтарының мобильді топ құрылып, гранттарды насихаттау жұмыстарын жүргізді. Өзіңізге белгілі, биыл бөлінген гранттардың барлығы 100% орындалды. Бәрі соған кетіп отыр. Сіздер балалардың, жастардың интересінен бәрі қанағаттандыру мақсатында жұмыс істеуіңіз керек. Балалардың қызығушылығын артыру керек. Үшіншісі пробация өте дұрыс. Пробация өткен білесіздер Сарыағаштағы жағдай. Пробацияда тұрған адам бақылаусыз кеткен, бақылаусыз қалған. Бір рет оларды назарға алып, осылай бір жерге шақырып, ол керек. Барлық жерге де осы пробацияны қойсаңыздар болады.